дағы айбындар ал дәуірі соқса дағы құнды құрғақ дауылы мейлі мейлі егін ексін мал бақсын біздің ауыл балықшылар ауылы есігінде ілінген ау құралы бесігінде толқын жайды жүр әні теңіз көрген кеме мінген әр үйде ең кемінде бір балықшы тұрады амандасып сұрасқан соң хал жайды ауылдастар балық жайлы қаузайды жас кәрісі басын қосса үнемі әңгімесі қайық жайды ау жайды жігіт біткен ау жылымын сайлайды қарттар үйде шанышқысын қайрайды балалары сылдырмақ қып бояғын қармақтарын атқып шауып ойнайды мұндай ауыл әңгіменің ашығы теңізбенен егіздерем әсілі бабасынан баласына ертеден мұра болған балықшылық кәсібі ата кәсібі бүгінгіге тағылым ешкімді аш қылмаған аймағылым қорасында малы жоқтар болғанмен табасындай балық болған бәрінен мейман келсе мейман десе болады құрақ ұшып шығарадай жоғары мал сойылып бас тартса да алдына балық жемей қайта алмайды қонақ үй дәнекері ауыл менен қаланың боп тұрғандай інім менен ағаның бауырыңа сағындым деп хат жазсаң балықпенен қайтарады жауабын сазан түгіл тортасы да әдемі қазандағы сорпасы да әдемі бабы менен асылатын асымыз қарма деген балық емес бал еді бар кезінде қаяз мөңке жайыным баймын тоқпын жоқ ешқандай уайымым тойотаңа берілмейді каютам хаммеріңнен қымбат қара қайығым ала алмаған зәкір тасын қайраңнан кеме сынды шылбырынан айналған біздің елде осындай бір халық бар көк айдынға ой кіндігінен байланған біздің елде осындай бір халық бар оларды аңсап қиял күнде шарықтар түсімде де теңіз кешіп жүремін аяғымды ой қатықтайды балықтар ауыл түйсіп ойлай қалсам кейде осау көз алдымда балықшының бейнесі балық шелдің желбірейді туындай көк теңіздің иісі сіңген жейдесі оу жейдесі